Ел жаңалықтарына ораламыз. Қазақ тілін мүлде білмейтін азаматтардың өзі 2,5 айда тілді тұрмыстық деңгейде меңгерген. Бұған қазақ тілі тілдарын оқу әдістемелік кешенінің негізін қалаушы мамандар төл тәжірибелері барысында көз жеткізді. Екі кезеңдік тәжірибеге Павлодар, Екібастұз, Атырау қалаларының тұрғындары мен елшілік қызметкерлері және Түркияның 500 азаматы қатысты. 30 тілде еркін сөйлейтін ресейлік лингвист Дмитрий Петровтың әдісі негізге жасалған кешен оқу құралы, жұмыс дәптері және әдістемелік нұсқаудан тұрады. Айта кететін жайт, бір айдан соң қазақ тілі тілдарын кешенінің мультимедиалық нұсқасы жарық көрмек. Кәсіби әртістердің қатысуымен түсірілген видео және аудио сабақтар, түрлі жағдаяттар, интерактивті жаттығулар кез келген азаматтың қазақ тілін терең меңгеруіне негіз болмақ. Жобаны қаржыландыруға Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан 10,5 миллион теңге бөлінген. Оқу құралының мазмұнын 4 модуль құрайды. Күнделікті қолданыстағы тақырыптардан, лексикалық тақырыптардан және де 15 грамматикалық құрылымнан тұрады. Содан кейін 15 сабақты өткеннен кейін жаңағы тренаж 20 практикалық сабақтан қатысады тыңдаушы. Яғни лексикалық тақырыптарды жаңа практикалық сабақтарда жаттығу арқылы өзінің білімін жетілдіреді.